Баршаңызға сәлем бердім. Бүгін сіздерге әдемі, дәмді, жұмсақ болып пісетін бауырсақтардың жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге алдымен жылы су керек болады. Осы жылы судың үстіне жылы сүтімізді құямыз. Су да сүт те жылы болу керек, және бір үлкен қасықпен үстіне секер саламыз. Және құрғақ ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырып алып, үстіне ұн саламыз. Бізге барлығы 1 килограмм ұн қажет болады. Соның шетінен ұнды алып, осы суымыз бен сүтіміздің үстіне салып, венчикпен араластырамыз. Апара дайындауымыз керек. Жақсылап араластырып аламыз. Апарамызды бөлме температурасында 5-10 минутқа қойып қоямыз. Ішіндегі түйіршіктерін кетіреміз. Енді екінші ыдысымызға майонез, тұз және сұйық май үшеуін араластырып дайындап қоямыз. Осындай масса шығады. Міне біздің апарамыз дайын болды. Енді осының үстіне майонезімізді құямыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз. Осылай бөліп салып, қасықпен араластырамыз. Қалған ұнымызды саламыз. Қасықпен жақсылап араластырып алып, қолымызбен басып қамыр илейміз. Артық ұн салмаймыз. Осы ұнның барлығын біріктіреміз. Жақсылап илеп аламыз. Осындай қамыр шығады. Июн қандырып, басып аламыз. Жұмсақ қамыр болады. Не дайын. Енді бауырсағымызды жарты сағат бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз көтерілуге. Жарты сағаттан кейін міне осындай болып көтеріледі. Көтерілген нанымыздың үстіне сұйық май құйып, кішкене көзбен құйып, басып шығамыз. Нанымызды басамыз. Жақсылап басамыз. Қайтадан нанымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа тағы да қалдырамыз. Жарты сағат өтті. Міне жарты сағаттан кейін нанымыз осылай көтеріледі. Енді нанымызды жаюға кірісеміз. Нанды мен 2 бөлікке бөліп алдым.
Сосын осылай жайып шығамыз. Қалыңдығы 2-3 мм болғаны жөн. Өз қалауыңыз бойынша 4 бұрышты болып дөңгелек қылып кесуіңізге болады. Мен дөңгелектеп кестім. Бауырсақтың көлемі адамның алақанындай болуы қажет. Бауырсақтардың барлығын осылай дөңгелектеп кесіп шықтым. Кішкене қойып, майымызды қыздырып, жай отта осылай пісіреміз. Екі жағы қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Бауырсақтар пісіп жатыр. Дайын болды. Міне менің бауырсақтарым дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып пісті. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерді әртүрлі рецепттер салып қуантатын боламын. Назарларыңызға рахмет.